Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода біз D триггерлерінен құралған санауыштың, яғни counterдің сызбасын қарастыратын боламыз. Алдымен біз, яғни D триггерінің өзін қарастырсақ. D триггері ол 4 логикалық және элементінен тұратын сызба болып табылады. Оның екі кірісі бар, D және S. Және екі шығысы бар, Q және минус Q. Міне, мына сызбаның, яғни жанында бізде ақиқат кестесі бар. Ақиқат кестесіне үңілсек, егер де біз S кірісіне 0 және D кірісіне 0 берсек, онда оның мәні, яғни Q және Q минус шығысының мәндері алдыңғы Q-мен анықталады. Яғни оның алдында қандай Q болды, сол Q-де сақтап қалады. Мысалы, ең біріншіне S-ға 0, D-ға 0 берсек, онда мына Q мен Q минус Q, бұлда ешқандай заряд болмады, сондықтан екеуінің де мәні 0 болады. Ал екіншісінде, мысалы, S кірісіне 0, D кірісіне 1 берсек, онда дәл сол жағдай қалыптасады. Яғни екеуінде де, яғни алдыңғы Q сақталады. Ал үшіншісінде, егер S кірісіне 1, ал D кірісіне 0 берсек, онда Q шығысына біз теріс заряд, ал Q минус шығысына оң заряд аламыз. Яғни сәйкесінше 0 және 1. Ал төртінші жағдайда S кірісіне 1 және D кірісіне 1 берсек, екеуіне де оң заряд берсек, онда мына Q шығысынан оң заряд, яғни 1-ді, ал Q минус шығысынан 0-ді аламыз, яғни теріс заряд. Ал енді алғашқы бастапқы, яғни counter, яғни санауыштың сызбасына оралсақ. Мінекей сызбада, яғни бізде, яғни word generator бар. Word generator бізде, яғни қалыпты түрде 0 және 1 деген сигналда бізге беріп тұрады, 0 және 1 деген сигналда. Ал мына жерде, яғни 4D триггері, және де бұл жерде бізде, яғни 4 сегментті индикатор орналасқан. 4 сегментті индикатор бұл, яғни 4 кірісі, бұның 4 кірісі бар, сәйкесінше мынау 0-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші. Бұған, яғни біз оң не теріс заряд беру арқылы біз индикаторда, яғни 1-ден, яғни F-ке шейін, яғни 16-лық санау жүйесіндегі барлық сандарды шығара аламыз. Яғни 2-ның 4 дәрежесі ол 16. Мысалы, егер мына жерде 0, 0, 0, 0, 0, 1, яғни сәйкесінше 0, 0, 0, 1 деген сигнал берсек, онда бұл 0, 0, 0, 1 деген бұл 2 санау жүйесіндегі 1-де береді. Сол кезде индикаторда 1 жанады. Ал екіншісінде 0, 0, 1, 0-ді берсек, бұл 2 санау жүйесіндегі 2, индикаторда, яғни 0, 0, 1, 0, 2 жанады. Ал сәйкесінше сол секілді, яғни 0, 0, 1, 1, яғни 0, 0, 1, 1-ді берсек, индикаторда бізде 3 жанады. Ал бұл, яғни схеманың жұмысын алдымен біз Electronic Workbench бағдарламасында қарасақ. Мінекей, мына сызбада, мысалы, мына 4 сегментті индикатордың, яғни 4 кірісіне де, 4 әр кірісіне, яғни 1-1, яғни D триггерден жалғанған. Мысалы, мынау ең бірінші кірісіне 1-ші триггер, екінші кірісіне 2-ші триггер, үшінші кірісіне, мінекей, 3-ші триггер, 4-ші кірісіне 4-ші триггер жалғанған. Және мына жерде 4 шам арқылы біз триггерден шыққан зарядты көре аламыз. Оң не теріс екен. Шам жанбаса теріс заряд, шам жанса оң заряд деген сөз. Ал енді біз степ, яғни word generator'дан заряд беру арқылы оны бақыласақ. Мінекей степ. Бірінші шам жаны, яғни бірінші триггерден оң заряд шықты. Ол, яғни бірінші индикатордағы 0, 0, 0, 1 деген сигнал келді, сондықтан ол 1 жанды. Тағы да жүрсек, екі D триггерден, яғни оң заряд барғандықтан, яғни 0, 0, 1, 0 болғандықтан 2 жанды. Дәл сол секілді, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, S, D, E, F. 16-лық санау жүйесіндегі барлық сандар индикаторда көрсете аламыз. Ал енді бұл схеманы толығырақ қарастырсақ. Жаңа айтып өткендей, word generator бізге, яғни 0 және 1 деген сигналдарды кезектесіп беріп отырады. Алдымен бізге, яғни 0 деген сигнал келген кезде, яғни S кірісіне 0, D кірісіне 0 беріледі. Сол кезде ақиқат кестесі, яғни алдыңғы Q-мен анықталады. Алдыңғы Q, яғни схемада ешқандай тоқ болмағандықтан, Q және Q минуста екеуінде де сәйкесінше 0 деген зарядтар пайда болады. Ал екіншісінде, мысалы, word generator'дан егер 1 деген сигнал берсек, D-дан, яғни 0 келеді ол кезде. Сол ақиқат кестесі бойынша S кірісіне 1 және D кірісіне 0 берілген кезде Q шығысында
0 деген заряд пайда болады. Ал Q минус шығысында 1 деген заряд пайда болады. Мінекей. Сол кезде мына Q минус шығыстан 1 деген заряд барып, мінекей, ең бірінші мына сегмент индикатордың, яғни 0-ші байтына барады. Сол кезде, яғни 0001, яғни 0001 деген заряд 1 деген бізде, яғни 1 деген санды шығарады. Мінекей, электрондық workbench'та көрсетсек, мінекей, мына жерде, яғни Q минус шығыстан, яғни оң заряд барды. Шамнан көрсеңіз болады, яғни оң заряд келіп тұр. Ол, яғни индикаторға барып, яғни 1 деген сан жанып тұр. Ал келесі екіншісінде, яғни одан кейін мінекей 1 деген заряд болды, яғни тағы бар келесі раундта, мінекей Т кірісіне 1 келеді, ал мынау сәйкесінше С кірісіне 0 деген заряд келеді. Бұл кезде ақиқат кестесін қарасақ, С кірісіне 0, ал Д кірісіне 1 деген заряд берсек, онда Q шығыс екеуі де, яғни Q мен Q минус алдыңғы Q мен анықталды, сол күйі қалады. Яғни сол күй, яғни Q минус шығысында 1, ал Q шығысында 0 қалады. Ал қайтадан, яғни С кірісінен, яғни 1 де берсек, С кірісінен 1 де берсек, ал Д кірісіне жаңа сақталып қалған 1 деген оң заряд келеді. Сол кезде міне ақиқат кестесінде, яғни екеуі де 1 болған жағдайда, екі кірісте Q шығысынан 1, яғни Q шығысы бұл кезде 1, және де Q минус шығысы 0. Q минус шығысы 0 болады. Сол кезде, яғни Q шығысы 1 деген зарядты екінші D триггерге береді. Мінекей, сол кезде, екінші D триггерге 1 оң заряд берген кезде, D кірісінде, яғни бұл жақта ешқандай заряд болмады, сондықтан 0 болады. Бұна, яғни екінші триггерде, яғни 1 және 0, С кірісіне 1, D кірісіне 0 келген кезде, Q шығысында 0 пайда болады. Ал Q минус шығысында 1, яғни 1 оң заряд пайда болады. Бұл оң заряд барады да екіншіні, мінекей, сегмент бұл индикатордан екіншісін, яғни 0-0, екінші міне. Екінші бізде D индикатор оң заряд берегендіктен, мінекей, 0-0-1-0. Яғни бұл екілік санау жүйесіндегі екіні білдіреді. Сол кезде индикаторда 2 деген сан жанады. Мінекей, қазір сызбадан көрсетсек, 2, яғни екінші неден оң заряд шығып тұр. Яғни ол бізде индикаторда 2 деген санды жаңғызып тұр. Ал үшінші рет, яғни бұл жерде 1 тавар раундта 1 болады да, яғни Q минус шығысында 1 деген заряд сақталады. Ал енді осы циклда қайталап, яғни мінекей word generatorдан, яғни С кірісіне 1-ді, ал Д кірісіне ешқандай заряд жоқ, 0 келеді. Сол кезде С 1, яғни С-дан 1, Д-дан 0 келген кезде Q-дан, яғни 0, Q минустан 1 деген заряд шығады. Бұл Q минустан шыққан 1 заряд, оң заряд барады да, мінекей, индикатордағы, яғни ең бірінші 0-ші кіріске келеді. Сол кезде бізде мынандай заряд пайда болады. 0-0-1-1 деген, яғни екінші D триггеріндегі 1 деген заряд сақталып қалады. Бірінші сөйтіп, онымен қоса, яғни бірінші триггерден 1 деген оң заряд барған кезде 0-0-1-1, яғни 0-0-1-1 деген ол екілік санау жүйесіндегі 3, яғни бізде схемада да 3 деген, яғни индикаторда 3 деген сан пайда болады. Мінекей, 1-1. Осылайша біздің схема ары қарай дәл сол принциппен цикл бойынша кете береді. Мысалы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, А, яғни B, С, D, E, F.